Қалайсың, балам? Сен бәрін түсіну керексің. Біз біріншіден ол жаққа барып тұрып көреміз. Папаның жұмысы үйлессе, сол жақта тұрамыз. Бәрі жақсы. Жаңа қала болса да, мен үйренемін. Жаңа қала, жаңа достарың. Бәрі жақсы. Жақсы балам. Тамағын істайын. Балам, телефоныңды неге коробқа салып қойғансың? Просто. Жақсы. I'm gonna put you in the host mode. Kid clowns that you chose. I'm sorry I'm late, she said, but I hope my night has... I merely point to just to hurt you. Bir кім тағы? Сейд. Еркін, челлендж жариялаймыз. Басты приз iPhone. 3 оңай тапсырма және iPhone сенікі. Ертең сағат 10-да Алияда басқа қатысушылармен кездесіп, Челлендж басталады. iPhone. iPhone. Привет. Привет. Қызық. Саған да келді ма смс? Понятно. Сендер біздің мектепте оқисыңдар ғой да? Кімсің сен? Бұл біздің мектептегі бала. Сендерге де келді ма смс? Я. Атың кім? Еркін. Я, бізге де келді ғой смс. Ладно, мен кеттім. Тоңып қалдым, ата үйге бара берем. Сонда челлендж жайлы өтірік па? Я, өтірік. Неге келдік вообще? Ладно, давайте.
Әне анау ғой? Не? Соған ұқсайды. Соған бір Инстаграмда страничка ашып, жазамыз ау деймін. Білмеймін даже. Меніңше бір әдемі сыйлық болса жетеді. Тупой тапсырма. Вообще, екеуін қосу үшін не істеу керек тым ойыма келіп тұрған жоқ ше. Күшті сыйлық и записка. Типа романтика, да? Көрейік онда. Ладно, көрсек көрейік. Не? Өзіне келмеді. Дурак. Не керек сендерге? Не? Просто жүрміз ғой? Өте беріңіздер. Ладно. Саған бірдеме айту керек. Не айту керек? Мадинаны білесің бе? Қай Мадина? Ну, Мадина, блин. Ана Мадина. Ой, бір сөзбен айтқанда ол сені жақсы көреді. Қуасыңдар ма? Тупить бермеш. Жақсы көреді деді ғой саған. Кстати, екеуің күшті пара болар едіңдер. Жындылар. Давай бүйтейік. Инстаграмнан фейк аккаунт ашайық да. Оған жазайық, короче. Әйтпесе романтика деп қойып кеттік. Сол ғой. Мына қыз ғой. Мен не дедім? Романтика. Маған да біреу сондай шоколад берсе екен деп. Олай айтқан жоқпын. Короче, мен айтқанда істейік. Мен айтқанда істейік. Ладно, істеріңді істеп, потом жазарсыңдар, если что. Мен үйге қайта берейін, иә? Давайте, пока. Давай. Сәлем. Сәлем. Ну, не болып қалды, айта бер. Ойдым шықпады. Бұлай жаздым. Вроде түсінді олар. Олар уақыт алды я уже. Ертең барып айту керек шығар. Тупить бермеңдер деп. Потому что олар
біздің бостан-бос уақытымыз алып жатыр. Ладно, главное приз. Бірақ еркін, біз егер айфонды ұтып алатын болсақ, біз қалай бөліп аламыз оны? Ой, оны ойлай берме. Главное, ұтып алайық, сосын ақылдасамыз. Бірақ. Ладно, еркін. Мен саған сосын заңда жүрейін, я? Қазір қолым бос емес еді. Пока. Енді артымыздан аңдуды доғарыңдар. Жақсы болыпты. Ну, бәрібір рахмет. Атом-натом жүре беретін еді. Жарайды, сау болыңдар. Ладно, пока. Жақсы сау бол. Привет. Ана екеуі бірге жүр ғой. Но сол ғой. Жарайды онда. Пока. Аха. Тағы бір тапсырма бар. Бір адаммен танысып, оны қыдырту керек. Бұл не деген тапсырма? Ладно. Онша қиын нәрсе емес қой. Телефон номерін сұрадым, но 2-ақ саны ғана жіберді. Маған да 2 сан. Маған 1 сан. Сонда неге тек маған 1 сан? Тағы да 2 адам бар челленджге қатысатын. Олар кімдер сонда? Білмеймін, міне номерін жіберді. Капец. Капец. Так. Ана 2 адамсыз челлендж есептелмейді. Сол үшін олар тауып, сандарды алып номер шығару керек. Сонда челлендждегі адамды табамыз. Сен не істеп отырсың? Отыр әне шайын ішіп. Үйдегі шаруаны кім істейді, мен бе? Бол тез. Бар. Қарным ашты. Обед дайын болғанда шесің. Қазір бар шаруаңа. Бол тез. Отырсың. Қалайсың? Сен челленджге қатысасың ба? Не ол? Прикол ма? Жоқ. Прикол ғой. Жоқ. Прикол? Қатыспасаң қатыспай-ақ қой. Сандарды тез берді, кете берсең болады. Ну, айфон біздікі болады. Сонда бірінші тапсырма дайын ба? Аха, сенсіз де бәрі жақсы шықты. Онда мені неге шақырдыңдар? Екінші тапсырманы барлық жасау керек, аты саналмайды. Сонда приз айфон ба? Я. Неге қашып жүрсің? Қашпадым.
Бізге тапсырманы орындап бер, сосын кете бер. Ұрмайсың ба мені? Ұрмайым, ей. Саған ешкім тиіспейді. Главный тапсырма. Сендер танысыңдар ма? Иә. Бізге сандарды бер, сосын кеттік. Мен бармасам бола ма? Болмайды. Тапсырмаға бәрі керек. Ұрмайым, ей. Қорқпа. Не, өзінше болып тұрсың ба? Алло, жолдас қалайсың? Нема қаз деген көшеге шығасың ба? Біз балдармен сен үйінің алдында тұрмыз. Сен шықшы қаз. Қаз сен шықпасаң ше, айқайлап шақырамыз бәріміз. Жолдас! 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 А? Я. Тез шық, күтіп тұрмыз. Шығайым екен? Шығат қаз. Не керек сендерге? Жолдас, біз сен жақсы жігіт деп шештікше, сол үшін бір қыдырып қайтайық. Жоқ, рахмет. Эй, ты чё? Күшті қыдырып қайтамыз. Кстати, бізбен қызықты болады. Прикол ма түсінбедім? Ты чё? Қыдыруға шақырамыз, тусовка. А маған қызық емес болса? Қорқпаш деймін. Кет, қыдырып қайтамыз. Мен қорықпаймын. Вот, көп жүрмейміз. Тек қайқа барғың келеді? Ешқайда. Ешқайда барайық онда. Сен неге үндемей жатсың? Сен ба прикол ұстап тұрған? Мені қайдан білесің? Білемін. Жай ғана барып келеміз. Артымнан қалмайсыңдар, я? Жоқ. Қазір киім шығайын. Прикол болса да қызық болатын еді маған. Негізі басында прикол деп ойлағам, бірақ вообще күшті күн болды. Жолдас, сен жақсы жігітсің. Сен ренжіме мектеп тұрғаның. Ага, постоянно маған тиісесің. Ренжіме деймін. Окей. Күшті шықты, я. Иә. Команда. Сонымен соңғы тапсырма қалды. Сосын болды. Я. Мен қазір оған жазам.
Келесі қандай тапсырма? Білмеймін. Маған тек осында жиналыңдар деді, басқа ештеңе айтқан жоқ. Шаршап кеттім уже. Үшінші тапсырма. Бұл мені үндемей тыңдап шығу. Сендер мені жақсы білесіңдер. Сен одан да жақсы білесің. Бұл челленджді ұйымдастырған мен. Неге? Мен сен білмеймін. Бірақ сен мұнда тұрсың. Қазір бәрін сенесің. Мен басқа қалаға көшейін деп жатырмын. Бұл шаруаны бітіре алмай кете алмайым. Мынау прикол ма? Алып кетейін бе айфонды? Жоқ. Үшінші тапсырма. Бұл мені үндемей тыңдап шығу. Сен. Мен сенің ашуыңды түсінем. Сенің ашуың, сенің қиын өміріңнен шыққан. Мен сені кешірем. Сендер екеуіңіз тілдеріңіз у екен. Сендерге пайда не одан? Мен сіздерді кешіремін. Ал сен мен туралы білмейсің. Бірақ мен жақсы көретін қызға не дедің? Ол маған содан кейін қарағанда жоқ. Бірақ мен сені кешірем. Ал сен досым, мен сені де кешірем. Ана шоу кім сонда челлендждағы? Жақсы адамдар. Менікі. Тоқтар.